Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге гуляштың рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз, тұз және де сұйық май қажет болады. Алдымен барлық заттарды турап аламыз. Етімізді кубиктап турап аламыз. Кез келген жылқының, сиырдың етін пайдалануға болады. Етімізді турап болғаннан соң, пиязымызды да майдалап турап аламыз. Пиязымызды турап алдық, енді сәбізімізді теркадан өткіземіз. Барлық қажетті заттарымызды турап дайындап алдық. Содан кейін сковородкамызды газымыздың үстіне қойып, үстіне аз мөлшерде майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін бірінші етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Етімізді қызартып қуырып алдық. Енді үстіне пиязымызды салып, пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Қатты күйдіріп жібермейміз, кішкене ғана қызартамыз. Пиязымызды да қуырып алдық. Енді үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салып, 1-2 минуттай қуырамыз. Сәбізімізді қуырып болғаннан соң, үстіне қызарту үшін икра немесе кез келген томатты қолдансаңыздар болады. Мен 2 қасық икра салып, кішкене қуырдым. Араластырып болғаннан соң үстіне 1 бокал, яғни 250 мл шамасында суымызды құйып, жарты сағаттай қайнатамыз. Қайнап шыққаннан соң дәміне қарай тұз және де укроп, кез келген приправа түрін қолдансаңыздар болады. Барлық дәмдеуіштерді қосып болғаннан соң кішкене араластырып жібереміз және 30 минут қайнатамыз. 30 минуттан соң подливті қоюлату үшін 2 ас қасық ұнымызға жарты бокал суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ұнды суымызды подливтің үстіне құямыз. Құйып болғаннан соң қасықпен осылай араластырамыз. Біздің подливіміз бірден осылай қоюлана бастайды. Дәл осылай 15 минуттай тағы да қайнатамыз. Менде подлив толығымен 45 минут қайнады. Енді дайын болған подливімізді пюреміздің үстіне салып, дастарханымызға ұсынамыз. Менің каналымда пюренің рецебі бар. Сол жерден қалай жасалуын көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер.